Армысың алталашым, қасиет қазақ халқым. Асқар Арғы Баһадүр. Бүгін сенбі 16 қараша. Бүгін бой жазып осы Алатау бөктерінде жүрмін. Көңіл күйім тамаша. Мынандай әдемі әсем табиғат бар. Алматымызда мынандай мінекей тау жоталары. Бірақ көңіл көншімейді, өйткені мына жерде қазақылық деген анау шетелдің көп туристері жүр. Қазақстанның мынау қонақжайлығы деген иісі де жоқ. Шетелдің мынау еуропалық қонақжайлар, қонақ үйлер, дәмханалар, қазақтың иісі шығатын қазақы бір дәмхана жоқ. Міне сол қынжылтады, сол ішімді удай ашытады. Қазақтың сайын даласында тұрып, осы тау астында әсем таудың ортасында бір қазақы деген бір дәмхана жоқ. Бұл жерде өкімет қолына алып атқан жоқ. Қолына алса, мына жерге мысалға біздің салт дәстүрімізді көрсетуге болар еді. Мына жерге міне орын бар, міне жерде ат белгілік, құс белгілік, міне садақ ату деген сияқты ойындарды ойындастыруға болар еді. Шетел азаматтар сәнті болар еді соған. Атпен жай серуен құруға, мысалға, неге аттарды қойып қоймасқа осы жерге? Бір 5-6 ат. Біз былайша айтқанда көшпендіміз ғой. Ұлы бабалардың ұрпақтарымыз дүние жүзін дүрілдеткен. Бұл жерде мына жерде иісі де жоқ міне. Ана бір жерде экскаватор тұр, мен білмеймін, немене қазып тұрған. Былтыр мен келгенімде мына жерде бір ақ ат жүрген. Бір мәстек ат, былайша айтқанда. Бұлай осының бәрі қынжылтады. Біздің мынау керемет Қазақстанымыз бай мемлекет дейміз. Барлығы тек қана мұнайды, газды, алтынды қанап жанап тонаумен, ұрлаумен келе жатыр. Оның барлығы бітпейтіндей. Мысалға, мына жерде неге дамытпасқа? Міне. Мен жаздың күні анау осы Ленің бойында Қапшағай жақта жұмыс жасадым. Қандай әдемі әсем жерлер бар Ленің бойында, міне. Бірақ бір-екі ақ балықшы отыр. Сол бір кәрістер алып келеді екен жаңағыларды, қайықпен, моторлы. Содан солар қармақтарын аулап, сол 7000 теңге алады екен. Барлық сервисі, барлық сол былайша айтқанда қызметі сол болып тұр. Көрдіңіздер ме? Сондықтан да мынау Қазақстанымызды өркендетуге мынау жоғарыдағылар емес, біздер атсалысайық. Қазағым осылай саясатқа да кірмей, осы Қазақстанның өміріне де араласпай, қоғамға болып атқан нәрсе осындай немұрғайлықпен, осындай оңбағандық жүйемен, оңбағандық, сатқындықпен, жемқорлықпен осындай күйге жетіп отыр. Сондықтан да бар болайық, бірге болайық, айналайын қазақ халқым. Тек қана жақсылықта кездесейік, көрсейік. Қош сау саламатта болыңыздар.